Сәлем достар, сіздермен бірге Джеско және мен бүгін кеше бастаған Let's Play'дің екінші бөлімін түсіретін болам. Кеше біз сіздермен бірге осы жерде зомбилерден тығып қалған болатынбыз. Бүгін тура осы жерден бастайтын боламыз. Және мен осы жерге, жер сілкінгенде қалай айтсам болады, жарылама сондай бірдеңе болады ғой, короче. Сол жерге өзімнің тұратын жерімді салатын болам дегенмін, және бүгін соған кірісетін боламыз. Ал кеттік достар. Так, достар, мен мына жерді сындырған едім, сразу мына жерден скелет шыға қалды. Сол үшін мен бірінші не істеймін? Мен бірінші қоям да мынаны алып тастайық. Ешкім түсіп кетпейді деп ойлаймын, надеюсь. Қоям, содан соң кровать жасаймын. Содан соң мына алып тастаймын. Содан соң ұйықтаймын. Болмайды екен. Ал мына ешек басты қалай өлтіріп тастауға болады? Так, бізде лук бар екен. Блин. Так, аламыз да басына ата аламыз. Ешек. Мен надоел болды ғой мына. О, өлтірдік достар. Енді не понял. Рядом бродят монстры дейді. Ешкім жүрген жоқ қой. Понял. Вот так вот. Так. Вот міне енді ұйықтай аламыз. Күнімізді өткізе аламыз. То есть түнімізді күнімізді емес. Так. Бірдеңе жеп алуға зат жоқ екен. Астына түсіп көреміз ба достар? Ё-моё, ана жақта көп екен. Так. Не істеуге болады? Ойланып тұрмын мен достар. Секрет салайын жарайды. О, water drop. Вот это я понимаю. Так. Ё-моё. Бірінші железаларды алып алайық. Содан соң үстіге шығамау демескен, маған тамақ керек, как вы понимаете, да? Так. Мына жерде железа көп екен, достаточно. Мына жақта не бар екен, қызық болып тұр. Бірақ ол жаққа кейін бара салайық. Атта мен қазір ашсам өліп қалайын деп тұрмын. Так. Осы жерден шыға салайық. Осылай профессионалдар сияқты шығамыз. Өйткені біз профессионалмыз. Так. Ё-моё, слишком алысқа қойып жібердім. Ё-моё. О. Так. Қазір гравиге қойсам түсіп кетпейм екен, сол қызық болып тұр. Түсіп кетті. О. Ё-моё. Жоқ. Былайынан тұрамыз да. Блин. Осылай қойып жібереміз. Осылай. Ой.
Не болды мынау енді? Міне шықтық достар. Тағы да мына жерге қоямыз. Не, короче, шықтық. Мына ханды лотать етіп тастадық алдыңғы бөлімде. О, сиыр жүр. Сиырды өлтіріп. О, қой да жүр. Былайына қолмен өлтіре салайық. Бергели, қашпа. Мән голос слишком тез келеді екен. Қайттан сұрақ белгіге басып жібердім. Мына не шошқанды өлтіріп алайық, өйткені бұл не аштықты тез бітіреді. Бамбук керек ау деп ойлаймын осы. А вообще бамбук не үшін керек еді? Ұмытып қалдым. Так, мына сиырларды өлтіріп алайық. Тоқта. Так, міне өлтірдік. Енді печка жасау керек. Так, қайда еді? Ана жеріміз. Ол жерде жоғалтып алуға болмайды, достар. Так, достар, мен кішкене уақытқа паузаға қоя тұрдым, өйткені паузаға қою керек болды. Как вы это поняли, да? Ойбай, бұл немес, блин, тупой мал, ё-моё. Мына кирканы жағып жіберек қазір. Так. Қалай құрастырсақ болады екен базамызда? Қазір мынау піскенше айналып жүре тұрайық, қалай құрастыратынымызды ойланып. Так, менің планым бойынша, достар, типа мына екі шеттің ішін қазып, содан соң база құрастырып, содан соң арасына мост салып, көпір салып, содан соң былайынан шығатын не баспалдақ жасайын деген ой бар. Мынау уже өшіп қалыпты, базар жоқ. Мынаны ағашқа айналдырып жіберейік. Мыналарды пісіре салайық. Блин, кешіріңіздер. Неловко получилось десең. Так. Осы жерде қаза салмау деп ана бір көмірлер тұрған. Сол жақсы болады деп ойлаймын. Мына шошқаны өлтіріп алайық. Ешкі дейінде отыр ма? Тоқташы. Мә, бірақ не ет бере ма? Мал жайдың екен. Так, мынау да пісті. Железаны істеп аламыз ау деп ойлап тұрма қазір. Блин, мына құртты батыр екен ғой, мен тупой. Так. Қазір железаны қойып кетеміз да, содан соң ана жерді қазуға бастай берейік деп тұрмын. Өйткені бізге уақыт жоғалтуға болмайды. Так. Қазір көмір қасып келейік, әйтпесе ана өшіп қалайын деп тұр. Так. Блин, ана жаққа қалай өтсем болады?
тупой. Логично. Какой-то бір шөптің кесірінен жүрмей қала ма су? Майнкрафттың логикасы. Блин, құлап бара жатырмын. Во. Так, ой. Артқа тартып кетті ғой. Мынаны қазып алайық, өте керек болады бұл. Так. Довольно көп көмір түсіп жатыр. А вообще мына жерге де тұратын болсақ, бізде ресурс деген вообще көп болады. Сонысы жақсы, және мен ойлаймын, что мен әдемі база салаламын. Именно осындай жерлерде база салған ұнайды маған. Ешін екен білмеймін. Бірақ ұнайды. Так, 26 көмір түсті бізге. Так, мостымызды бұлайынан сала салайық. О-о. Басқа жерге қоя салдық. Бірақ ол проблема емес, өйткені біз оны қайтадан аламыз. Так, бағанағыны. Во. Так, мынаны ана жаққа көшірсек па деп деген ой бар. Негізі. Так, осылай. Ана жақта лошадь жүр ма? Базар жоқ, достар. Мен бұны приручить ете аламын қазір. Ешек үйренсе. Давай. Во. Так, мынаны былайына. Ой. Все болды, достар. Мен бұны алмай қойын. Жаман екен. Эндермен жүр. Көзіне қарамаймыз, әйтпесе қазір өліп қалайын деп жүрміз. Так. Ой. Чөт болмағанда қалап күтір жазадық. Так, короче, осылай қазамыз. Ал бағанағы печканы қойық. Так, былай. Все болды. Так. Где-то мына жерден алайық. Высота қанша блок қылсам болады ке? Биік қыла салайын я, достар. Қанша блок екен білмеймін. Так, верстак қайда? Верстак жасалайық. Енді верстакқа. Так. Вот, болды. Енді тез-тезден қазатын боламыз. Так, достар. Мен ойлап тұрмын, что, то есть, мен білем, что сіздерге бұл қазған қызық емес, сол үшін мен бұл жерді өткізіп жіберейін, я, достар. Содан соң қайта оралам. Так, достар, міне мен осындай жер қазып болдым. И міне кішкене ағаш жинадым. Дағы, мынадан басқа. Так, содан соң стекло жинап қойған. Специально мына жерге типа әдемі қылып қою үшін. Так, мен мынаны былай қойын деп жатырмын. Былай қоямыз. Осылай қоямыз.
міне. Так, содан соң былайына қойып тастаймыз. Зато менің ойымша әдемі көрініп тұратын болады. Не, қалай айтсам болады. Мореге, ана бір алтымызда көл болмаса да более-менее нормально тұратын сияқты, менің ойымша. Бірақ өкінішке орай менің нем жетпей қалды. Бірақ ештеңе етпейді, кейін жинай саламын оны. Мынаны ішке қоя салайық. Ал қазір болса есік жасайық. Міне 3 есік. Былайына қойайық. Мына жерді дұрыстап жасаймын, бірақ ол келесі жолы, өйткені қазір менің уақытым жетпей қалайын деп тұр, достар, өкінішке орай. Сол үшін келесі жолы мен осы базаны жасап бітіретін боламын. Ал осы жерде мен сіздермен қоштасам. Жоқ, қоштаспаймын, типа келесі кездескенше деймін деп ана бір журналистер сияқты айтайын ба. Я, осылай болды менің осы бөліміміз осындай. Короче, сіздермен бірге болған Джеско және келесі кездескенше, достар. Сау болыңыздар.